ағылшын тілінде дыбыстарды қандай реттілікпен үйреткен дұрыс? Менің ойымша, менің өзімнің қолданатын методикам Jollyphonics оқулығына сүйенеді. Жалпы мен ол жерден тек қана дыбыстардың оқытылу ретін ғана аламын, яғни группаларды аламын. Group 1 sat pen, және де сол дыбыстармен мен құралған сөздерді оқытып үйретемін. Бас әріп, кіші әріптерді ажырату, жаңағы tracing деген сияқты әртүрлі есте сақтауға көмектесетін ойындар ойнатамыз. Және де осы sat pen кезінде біз уже blendingді үйретеміз. Яғни дыбыстарды жаңағы п, т, н демей, жаңағы blending жасау, дыбыстарды плавно оқып бір-біріне байланыстыру. Мысалы, pan, pain, sat деген сияқты, осы blending деп айтылады. Және де осы sat penнен құралған CVC сөздерді оқытамыз. CVC деген не? Consonant, vowel, consonant. Яғни дауыссыз, дауысты, дауыссыз қысқа буындарды, бір буынды сөздерді оқытып үйретеміз. Жаңағы мен айтқан sat, sit, pan, pen және тағы да басқалары. Одан кейін дальше сол Jollyphonics'тың Group 2, Group 3, Group 4. Сіздер әр сабақта, әр группаны үйретуге де болады, ол оқушының қабілетіне байланысты. Егер де оқушы слабый болса, онда бір сабақта 2-3 дыбысты ғана оқытып, сол бекіткеннен кейін сол дыбыстарды, одан кейін әр қарай дальше басқа дыбыстарға көшеміз болады.